Баяғы бір заманда Мақта қыз деген қыз өмір сүріпті. Мақта қыз таң ертең тұрып үйін жинап жүреді. Үйін жинап жүріп мейіз тауып алады. Мейізді мысығыма берейін деп мысығын шақырады. Мысығым, бері келші. Мысығы келмейді, Мақта қыз күтіп мейізді өзі жеп қояды. Не болды, неге шақырдың? Болды, айтпаймын. Онда қатығыңды төгемін. Құйрығымды берші, Мақта қыз. Онда сен қатығымды қайтар. Сонда құйрығыңды беремін. Мысық қатық аламын деп сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші. Менің қарным аш, маған жапырақ алып кел. Ағаш, маған жапырақ берші. Мен шөлдеп тұрмын, маған су әкелсең, саған жапырақ беремін. Қыздар, маған су беріңдерші. Бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз. Дүкенші, маған сағыз берші. Сен маған жұмыртқа әкелсең, саған сағыз берем. Тауық, маған жұмыртқа берші. Бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз. Енді не қыламын? Мысық енді не қыламын деп бара жатса, бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салады. Жаныңның барында айт, үйіңде не бар? Үйімде бір табақ тары бар. Маған бір табақ тары бер. Міне мысық. Мысықтарына алып тауыққа алып барып береді. Тауық мысыққа жұмыртқа береді. Жұмыртқаны алып дүкеншіге береді. Дүкенші мысыққа сағыз береді. Сағызды алып қыздарға береді. Қыздар мысыққа су береді. Суды алып ағашқа барады. Ағашты суарып, ағаш мысыққа жапырақ береді. Жапырақты алып сиырға барады. Сиыр мысыққа қатық береді. Қатықты алып Мақта қызға барады. Мысық Мақта қызға қатығын береді, ал Мақта қыз мысыққа құйрығын береді. Балалар, сендерге рахмет. Біз мысық екеуміз енді ешқашан ұрыспаймыз. Я балалар, менде енді сүт төкпеймін. Ақ түсті нәрсені төгуге болмайды және басуға болмайды, оны сендер де біліп жүріңдер. Осымен Мақта қыз ертегісі аяқталды. Мақта қыз бен мысық дос болды.